Әқлақ адамның жан дүниесіндегі қалыптасқан әдеттер. Бұл әдеттер көбіне іс-әрекеттерімізден көрініс береді. Жан дүниемізде қалыптасқан әдеттер екіге бөлінеді. Жақсы әдеттер, жаман әдеттер. Дене мүшелеріміздің іс-әрекеті жан дүниемізбен тікелей байланысты. Болмысымызда жақсы әдеттер орын алса, қылықтарымыз жақсарады. Бұлар көркем әқлақ деп аталады. Ал егер болмысымызда жаман әдеттер орын алса, қылықтарымыз да жаман болады. Оны жаман әдет немесе жаман әқлақ деп атайды. Іс-әрекеттеріміздің жақсы, жаман болуы үшін жан дүниемізді жаман мінез-құлықтардан тазарта отырып, өзімізді жақсы мінез-құлықтарға баулуымыз керек. Топыраққа еккен тұқымға қарай өнім аламыз. Бидай тұқымнан бидай өсіп шығатын сияқты, арпаның дәнінен де арпа өсіп шығады. Демек, топыраққа қандай дән ексең, соған қарай өнім өсіп шығады. Осы сияқты жан дүниеміздің түкпіріне жақсы мінез-құлықтардың тұқымын сепсек, бұл тұқымда дене ағзаларымызда жақсы іс-әрекеттерді іске асырады. Ал егер жаман мінез-құлықтардың тұқымын сепсек, дене мүшелерімізді жаман іс-әрекеттерге итермелейді. Исламдағы әқлақ. Ислам дінінде әқлақтың маңызы үлкен. Исламның мақсаты адамдардың игі әқлақ иесі қылып тәрбиелеп, кемелдендіру. Ислам көркем мінез деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: мен адамгершілік мінезді толықтырып, кемелдендіру үшін жіберілдім. Мұсылманға берілген баға мен оның парасаттылығымен өлшенеді. Пайғамбарымыз: сіздердің маған ең сүйкімділерің және қиямет күнінде маған ең жақындарыңыз, әқлағы көркем болғандарыңыз дейді. Пайғамбарымыздан Алла жанында ең сүйікті құлдар кімдер болады деп сұрады. Сонда ең көркем әқлаққа ие болғандары деп жауап береді. Ғибадаттар қалай дініміздің әмірі болса, әқлақи міндеттерді орындау да дініміздің әмірі. Исламдағы ғибадаттардың негізгі мақсаты адамдарды жаманшылықтан тыйып, ізгі әқлақты болуға тәрбиелеу.